Саламатсыздар, күндеріңізге сәттілік. Бүгін біздің түскі асқа алла бұйыртса гаубуси сорпасы істейін деп жатырмын. Гаубуси сорпаның әрекетін бастап кеттім. Етімді фаршымды морозилктен шығарып, пияздарын аршып, жуып, шайып, кезектестіріп, кішкентай кубик қылып турап жатырмын. Мен картошка, пияз, сәбіз, күріш қосамын. Гаубуси сорпаға маған ұнайды, балаларға да ұнайды, өте дәмді болады. Мен видео түсіру барысында күрішімді салмаппын. Соңынан есіме түсіп, ойбу деп барын араластырып болғаннан кейін арасына қосып қайтадан араластырып жібердім. Мінекей сәбізімді де өте кішкентай жіңішке қылып турап жатырмын. Мінекей морозилктен шығарған фаршымның еріген шет-шетін кесіп турап салатын боламын. Мінекей салып алдым, бұрышымды, тұзымды салдым. Басқа ешқандай дәмдеуіш қосқан жоқпын. Бұрыш пен тұз ғана болса болды. Жақсылап осылай үйдегі бар заттармен осылай істеп жатырмын. Өте дәмді ас болады, алла бұйыртса, түскі асымыз. Мінекей болгарский дайындап алғанмын. Мінекей қазанның астына отынды жағып жіберіп, майымды құйып жатырмын. Мінекей барлығын салып алдым ішіне. Маған екінші ұлым көмектесті. Ата кішкентай балам жылап мазасызданып кетті. Осылай екеуміз екі жақтан істеп алдық. Мінекей айтып ауыз жиырған жоқпын. Кішкентай балам қолымда уже. Жаңағы менен осынша фарш қалып еді. Соны морозилке салғанша деп кішкене майдың үстіне шыжғып жіберіп, осылай қуырғанда жөн санадым. Осылай бір қолда балам, бір қолда ожауым, осылай қозғап жатырмын. Осылай қасымдagi балаларым. Бүгін ешқайсысы да садикке барған жоқ. Мен таңда тұрып больницаға барып келген тұғым. Бұлардың барлығы үйде қалған. Сонымен үйде бүгін воляда. Мінекей помидорымды, свежий помидорымды турап, қуырып тұрған фаршым үстіне салатын боламын. Бұны да кішкене ғана қуырып, үстінен су құйып жібердім. Мінекей суымды құйдым, уже суым бұрқылдап қайнап жатыр. Кезектестіп гаубусимді салып жатырмын. Әр салған сайын бір қозғап. Мінекей сорпамның реңі осындай тамаша темір түске енді. Мінекей менің арадан бір 45 минуттай уақыт өтті. Мінекей менің түскі асым дайын болды. Мінекей арасын бөліп сіздерге көрсетуді жөн санадым. Бұл асты қазір кішкентай балама беретін боламын. Ал бізге ас болсын.